Хай, сәлем достар, сіздермен бірге Нұрбол Кабдуллин және YouTube қызық каналы. Достар, бүгін мен сіздерге қалай видеоға обложка қою керек екенін жайлы үйрететін боламын. Обложка деген не, достар? Обложка деген, мысалға сіз видео түсіресіз, сол видеоның алдына мысалы фит ашу деген пиар жасау, пиар видеоблогершаға мына YouTube компьютерный YouTube қалай жасауға болады деген осыларды обложка деп тұр. Осылар обложка, достар. Дәл осы фотоларды, видеоның алдына фотоларды қалай қояды? Мен бүгін сол сұраққа жауап беретін боламын. Достар, ол үшін бізге менеджер видео. Так. Ол үшін бізге менеджер видео. Сосын, достар, бізде менің бір видеома қойған жоқпын. Оған менің қалай обложка жасайтынымды білген жоқпын. Так, құтты загрузка күтейік. Мен осы видеоны пауза қоймай көрем. Так, тез асылсаңыз. Мінекей, достар, ол менің ауылым жайлы деген бар. Осы видеоны изменить етеміз. Мінекей изменить етілді. Содан бізде свой значок деген бар. Свой значок. Мінекей міне тұр. Свой значок деген. Сол біздің видеомызға обложка қоятын значок. Оны басамыз. Бұны документы деген бар. Соны басамыз. Сонда бізде мінекей галерея. Галереядан сіздер өзіңізге жасап қойған бір фотоңызды қоясыз. Жасап қойған бір фотоңыз. Өдедіп, видео фотошоп жасап қойған бір фотоңызды. Соның үстінен басып, бүйтіп, басып, бір видеоны бүйтіп басамыз. Мінекей көрдіңіз. Мінекей 4 деп тұр. Осы басамызда мінекей жоғарыда сохранить деп тұр. Сохранить баса саламыз. Болды. Бізде мінекей уже обложка қойылды. Қазір обложка қояды. Бірақ, достар, сіздерге ғана сразу қына деп тұр. Свой значок тұр ғой. Сол рискісі олай шығып тұрмайды. Басын онда жоқ болады сіздерде. Соны біз қалай шығарамыз? Осын біздер мінекерде канал деп тұр. Көріңіздер. Подтверждение деп тұр. Мінекей птичка тұр. Міне. Соны жазу. Осы жазу, онда сіздерде басқа бір жазу тұрады. Сол бір көк бірдеңе тұрады. Соны басасыз. Соны ішіне сіз өзіңіздің номеріңізді тересіз. Бірдеңелер істейсіз, соны ішіне сұрақтарға. Код кереді, кодтар жазасыз. Сонда сізде осындай болып шығады. Сол кезде сіздер банандай печать емес, значок деген бар. Сондай сол кезде ғана қоясыз. Достар, сіздер түсінген шығар деп ойлаймын. Алдағы уақытта тағы да осындай көмектесетін видео шығады. Мінекей, достар, көріңіздер қойылған. Көмектесетін видеолар сіздерге шығаратын боламын. Бұл менің видеоларым көбінесе сол жаңадан шығып отырған видеоблогерлерге арналады. Ендеше видеоны лайк басамыз, комментарий қалдырамыз, каналға достар. Қош сау болыңыздар.